Пойрас қайтыс болған соң арада 1 жыл уақыт өтеді. Айшагүл әлі өз-өзіне келе алмай жылап жүр. Содан өзіне қол салмақшы болып, әдейі жол апатына түседі. Көлігі өртеніп жатқанда бір жігіт келіп құтқарып қалады. Сөйтіп, Айшагүл ауруханада жатады. Жігіт Айшагүлге күніге гүл әкеліп, жағдайын сұрап тұрады. Үйіне шыққасында күніге келіп тұрады. Ол жігіттің аты Шынар. Қарапайым адам, үнемі Айшагүлге қолдау білдіріп, Пойраздың өлімінен соң оны өз-өзіне келтіру үшін барын салып, ойын бөліп, балаларға апарып, кішігірім аурухана ашып, қолдау жасап, ақыры Айшагүлге ғашық болып қалады. Айшагүл де оған жылы қабақ танытып жүреді. Бірақ Пойразды ұмыту қиынға соғуда. Шынар Айшагүлге үйленуге ұсыныс жасайды. Сөйтіп жүріп арада 1 жыл тағы уақыт өтеді. Айшагүл ақыр соңында келіседі. Бегім мен Синан шетелде болады. Мелтем Синанмен видеомен сөйлесіп жүреді. Мелтем ноутбукпен жұмыс істеп отырады. Зұлфухар келіп, не істеп отырсың дейді. Мелтем, ағамды іздеп отырмын дейді. Зұлфухар, ағаңды жерледік қой. Жерлер алдың бетінде ашып көрдің. Енді мұның не деп ашуланады. Мелтем сонда да бой бермей, жоқ ағам өлген жоқ, ол тірі деп екеуі ұрсып қалады. Айшагүл мен Шынар балаларға арнап аурухана ашады. Шынардың әке-шешесі де келеді. Оның әке-шешесі, ағасы Явуз бен қарындасы Эда бар. Анасы Айшагүлді онша жақтырмайды. Айшагүл Шынардың үйіне көшіп баратын болып, заттарын жинайды, сол үйге көшеді. Екеуінің тойына дайындық басталады. Кешкісін той болады. Айшагүл өзін той көйлегімен көріп, ауа жетпей қысылады. Өміран Бахриді шақырады. Әкесіне, мен біртүрлі болып тұрмын әке. Пойразға сатқындық жасап жатқан сияқтымын деп жылайды. Әкесі бар ақылын айтып, өткенді ұмытып жаңа өмір бастау керек деп айтады. Айшагүл сабырға келіп, Шынар екеуі қол ұстасып ортаға шығады. Некелері қиылады. Екеуі билеп жүрген кезде Пойрас келеді. Айшагүл оны көріп тұрып қалады. Пойрас жылап қарап тұр. Айшагүл де өзіне сенбей ұзақ қарайды. Пойрас бір жерде жатыр. Мүнтаз келеді. Пойрас көзін ашып Мүнтазды көреді. Мүнтаз оған қарап күледі. Пойрас, мен шынымен өлген екенмін. Тозақта Мүнтазбен бір бөлмеде жатырмын ба деп сөйлеп жатады. Сол кезде Мүнтаз, сен өлген жоқсың, тірісің. Жағдайың жақсы, қорықпа дейді. Пойрас қуанып, мен расында тірімін ба? Олар менің дәл жүрегімнен атты, сонда да тірі қалғанмын ба деп күліп жатыр. Айшагүл мен Синанға айттыңдар ма? Олар қайда деп сұрайды. Мүнтаз, жоқ, олар білмейді. Барлығы сені өлді деп жылап жатыр дейді. Пойрас бақырып, маған телефон беріңдер. Қоңырау шаламын, олар мен жоқта қиналады деп ашуланады. Мүнтаздың адамдары аяқ қолын байлап екпе салып тастайды. Тағы бір адам келіп, Пойрас деген сен екенсің ғой дейді. Пойрас, сен кімсің, не керек саған? Менің сүйіктім мен ұлым, менің тірі екенімді білуі керек дейді. Әлгі адам, сен бізге керек адамсың деп, оны бір бөлмеге алып келеді. Ол жерде Мүнтаз Синанды жұбатып отырады. Синан, әкеме барғым келеді деп жылап отыр. Пойрас айғайлап, ұлым Синан деп терезені ұрады. Ол бәрібір естімейді. Одан да біздің айтқанымызды істейсің. Егер келіспесең, бұл жерден ешқашан шықпайсың. Өлтірмеймін, бірақ өмір бойы осы жерде отырасың. Ал Айшагүл мен Синан уақыт өте сені ұмытады дейді. Пойрас, олар мені ешқашан ұмытпайды деп жылайды. Әлгі адам, жарайды, ұлыңмен кезіктіреміз, бірақ ол шетелге кетеді. Жанында біздің бір адам болады. Ал Айшагүлді енді көрмейсің дейді. Пойрас келіседі. Қол алысады. Ертең сені жерлейді дейді. Жерлеп болған соң, Мүнтаз келіп, Пойразды шығарып алады. Синанмен жолықтырады. Синан жылап, мені тастап кетпекші әке деп құшақтайды. Мүнтаз Синанға әкеңнің тірі екенін ешкім білмеуі керек. Әйтпесе шынымен өліп қалады дейді. Синан барлығын түсініп келіседі. Сөйтіп Синанды бегімнің жанына жібереді. Анаңа да ешкеңе айтпа деп тапсырады. Синан келісіп кетеді. Пойрас жылап қоштасады. Осылай Пойрас аман қалған екен.